Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым баяндамашыға. Жаңа министр мырза айтты ғой, өзін өзі реттеу ұйымдары құрған кезде бұл үлкен платформалардың алдында жүргізушілердің өзінің құқығын қорғауына мүмкіндік береді. Үлкен платформалардың алдында таксистердің құқығын қорғайтын адам қалмады деп. Дәл осы министрдің жауабынан сұрақ туады. Демек, дәл осы кезде такси қызметкерлерінің, жолаушы тасымалымен айналысатын азаматтардың құқығын қорғау керек болған ведомство, сіздің министрлік, сіз қайда болдыңыз деген сұрақ туады. Неге оны қазір өзін өзі реттеу ұйымына берген кезде азаматтар тұтас үлкен платформаның алдында құқығын қорғай алады дегенге кім сенеді? Егер тұтас министрлік реттей алмаса. Бұл мәселе. Сондықтан осы тұста заңның ішінде мынау бізде такси қызметімен айналысатын платформалардың пайызын түсіретін, таксистерді қанайтын таксистерден алып отқан пайызын түсіру туралы бастамаға қалай қарайсыз? Бұны министрліктің ішкі құжатымен немесе заңмен реттеу мүмкіндігі бар ма деген сұрақ қойғым келеді. Бірінші. Екінші, расымен де таксистерге тиіспе қазірге осы өзін өзі реттеу туралы заңды кезең-кезеңімен жүргізсек. Әзірге таксистерге тиіспей алдыңғы кезеңін өткізіп алсақ, одан кейін кезең-кезеңімен келу керек деген бастамаға қалай қарайсыз? Екінші, үшінші, бұл заң кірген кезде баста айтылған мәселе бұл қауіпсіздік мәселесі деді. Бірақ тұтас бір министрлік демек бүгінге дейін жолда қауіпсіздікке жауап бере алмады, енді өзін өзі реттеу ұйымына тастамақшы. Бұл дәрменсіздік емес пе мемлекет ведомствоның жасап отырғаны? Және де ертеңгі күні қауіпсіздікті өзін өзі реттеу ұйымдары қалай жүзеге асырмақшы? Қалай қадағаламақшы олар ертеңгі күні? Бізде оң рөлді автокөліктердің мәселесі де шешілген жоқ. Олар бойынша да көптеген жол апаты орын алады. Ертең оларға бұл тоқтау сала ма заң? Тоқтау салған кезде олардың арасында дүмпу болатын болса, онда ол мәселені кім шешеді? Бұл әлеуметтік дүмпуді дұрыс, нақты бағытта шешу мүмкіндігі бола ма, жоқ па? Осы сұрақтарға жауап берсеңіз. Сұрағыңызға көп рахмет. Бірінші сұрағыңыз бойынша біз әрқашанда жұмыс орнында болып, сол жақта такси жүргізуші шақырып, солармен бірге осыны талқыладық. Яғни, жаңағыдай олардың мүддесін қорғайтын ешкім қалмады ма деген сұрағыңызға, жаңағыдай үлкен интернет агрегаты болсын, олардың да таксистердің де басын қосып, бірге қарадық. Бұл бір. Оларға енді қандай қадағалау? Тек қана министрлік тарапынан емес, бірақ осыған мүше болған сол жүргізушілердің өзі де қадағалайтын болады. Олардың екеуі бір өзін өзі реттейтін ұйымға болады. Бұл яғни такси жүргізушілердің өзінің жаңағыдай мүше болған ұйымын қадағалауға мүмкіндік береді. Яғни контрольдік функцияны өзін өзі қадағалайтын қалдырады. Бірінші. Екінші, министрлік тарапынан ешқандай, жаңа төртінші сұрақ бойынша дәрменсіздік жоқ. Министрлік осы өзін өзі реттеуге арналған ұйымдардың жұмысын қадағалайтын болады. Үшінші сұрағыңыз, жарнаны бекіту бойынша қолдаймыз. Оны осының жаңағыдай стандарттарын, қағидаларын қабылдаған соның шеңберінде талқылау қажет деп есептейміз. Жалпы бір жарна бекітуді қолдаймыз. Үшінші сұрағыңыз, таксистерге сонда қазір таксистер мүлдем шығарып тастайық деген, біз ондай шешім қабылдадық осында. Яғни алғашқы уақыт келгенде бүкіл таксистер осы заңның шеңберінде отырып еді. Қазір кезең-кезеңімен енгіземіз деп, алдағы бірінші кезеңінде тек қана ресми оператор болған таксилер ғана бұл осындай өзін өзі реттейтін ұйымға міндетті түрде мүше болады. Ол жаңа айтқан 10 000 көлік, ал қалған кісілерге мынаның тиімділігін ескере отырып, сосын келесі мәселелерді талқылайтын боламыз.